Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін тағы сіздермен кездесіп отырмын. Көпшіліктің сұрағымен, көпшіліктің қызығушылығымен осы жолға қалай келгенімді және осы әрі қарай немен айналысатынымды сіздерге қысқаша айтып кетейін. Бұл жол өте жауапкершілігі жоғары, өзінің мағынасы өте жоғары, сондай жол. Кішкентай кезімде аса бұл жолды ойлаған жоқпын, бірақ өзі біртіндеп осы жол маған айналып келді. Менің негізгі мамандығым инженер, строитель, экономист. Өзім мамандығымды өте жақсы көрдім мен, бірақ маған аян келген кезде халқыңа қызмет етесің деп, халықтар өте қатты қиналып жатыр деп осындай аяндар келді. Жетектегі аяндар өте көп түсті маған. 2 рет өте қатты қиналып қайтадан өмірге келдім. Сонда маған 3 нәрсені айтты. Біріншісі, алдыңа келген адамды ренжітпе деді. Екіншісі, айтқаның келеді, бет алды сөйлеме. Үшіншісі, қолың тиген жерлерге ем қонақ деп солай айтты. Бірақ көптеген уағыз, шариғаттар көп келді. Күнделікті жетектеп отырды бірінші кездерде. Күш қуаттың қайдан келетіні, немен айналысатынын, ем қалай қонатынын, соның бәрі ақырын ол бір-ақ күнде келген жоқ, бірте қаншама күндер, жылдар келді. Бұл жол тәжірибемен келеді, міндетті түрде тәжірибемен келеді. Тек қана шаршамау керек, бұл жолда шама кесе шыдау керек, таза, адал, халыққа жұмыс жасау керек. Сол кезде ғана адамның бағы жанады деп ойлаймын. Қаншама жылда тәжірибемде ендігі қазіргі деңгей өте жоғарғы деңгей, ұстаздық деңгей. Ең бірінші осы жолда түскенде Қойлыбай бабам басына барған кезде маған түс көрінеді, түсінде айтады: қазір сен емтихан тапсырасың дейді маған үлкен ата. Мен ойлап жатырмын, мен не айтам, әлі оқыған жоқпын ғой ештеңе десем, ата айтады: сен баланың қолынан келеді, мынау дипломды ала ғой деп, қызыл медицинский диплом беріп жатыр, медициналық диплом. Жаңағыны алып жатып, енді ұят болады ғой, бұны енді мен ақтығын беруім керек қой деп, жаңағы қолымды қарасам, тұмарым тұр, бабаның топырағы тұр, және алтын алқа тұр екен. Мен алтын алқаны бердім да, қалғанын алып кетіп баратып, оянып кеттім. Сол жылдары Жезқазғанға бар деп аян берді маған. 3 айтқаннан кейін ғана тыңдадым бірінші жылдары. Енді сондай тыңдамағанда әрине кішкене өзінің белгілері болды, ескертулер болды. Сонан кейін сол 9 ай жүрдім. 9 айда қаншама жіңішке аурумен ауырған адамдар емделді. Жаңағы ол кезде онкология көп еді ғой. Содан кейін көтеріліп ауырған адамдарға ем қонды. Бірақ ол мен емес, бірінші Алла, екінші бабалардың рухы. Бұны жоқ деп санауға мүмкін емес, тылсым күш. Кезінде бізде, мен де атеизмді оқыған, бірақ бұның бәрі тікелей өзіңе келгеннен кейін әрине сенеміз. Сонан кейін енді бұны есіме түсіріп отырғаным, осыдан 3 жыл бұрын маған айтады: тағы да емтихан тапсырасыңдар дейді. Қазақстанның картасын көрсетіп отыр. Қазақстанның картасын қарасам, ішінде барлық Қазақстанның емшілері жаңағы аруақтарға емтихан тапсырып жатыр. Содан кейін былай қараймын да, мен тізімде бармын, осыдан 30 жыл бұрын тапсырған деп қоям. Сонан сол емтихан біткенде қайтадан қарасам, тізімде жоқпын. Содан кейін жаңағы емтихан қабылдап отырған атаға айтам: мен енді адамдарды қарамайым, халыққа қызмет етпеймін ба, онда өзім қызметіме шығатын болдым ғой деп қуанып жатсам, жоқ, сен тізімде барсың деп. Тағы да 2 ата келеді, үшеуі қарайды. Жаңағы жерде мен тізімде жоқпын. Сонан кейін әр жағынан Евразияның картасын алып шығады. Жоғары жағына қарайды да: сен мынанда тұр екенсің ғой, сен енді ұстаздық етесің. Мен айтам, онда адамды қарамай ақ қояйын десем,
маған айтады, жоқ, анда-санда қарауға болады, бірақ сен халыққа ұстаздық етесің, жеткізу керек дейді. Міне осындай аяндардан кейін мен қайтадан осы жолды қолға алып, іздене бастадым. Және де мынау психология білімі бұл да аянмен келді. Бұл да түс пен аянның арасында. Бұнда айтады, сен оқуың керек дейді. Сондықтан нені оқимын, дін оқимын ба, медицинаны оқимын ба, мұғалімдікті оқимын ба. Менің айналысатын жұмыстарым осы үшеуінің түйіскен жерінде. Содан кейін жаңағы өзім оқып шыққан профессорды көрсетеді. Мен айтамын, мына кісіні қайдан табады екенмін деп ішімнен ойлап тұрмын. Солай жүргенде әр нәрсе себеп ол профессорыма да кездестім, 12 жыл оқып шықтым. Бірақ осы халықпен тығыз байланысты болғаннан кейін мен өте қызығып, құмарланып, осы шөлдеп тұрып оқыдым. Бұлардың бәрі қазір халыққа өзінің пайдасын тигізіп жатыр деп ойлаймын. Және де адам өзінің жолын нақ тапқанда, өзінің жұмысын нақ тапқан кезде шаршамай қызмет етеді. Мен де 2 сағат ұйықтасам, қалған уақытта халықпен осы білім іздеп отыра беремін. Сондықтан сіздерге де сондай өздеріңіздің жолдарыңызды табуға, өздеріңіздің жақсы көретін қызметтеріңізді табуға мен тілектеспін. Және де осы жерде мен сол үшін жүрмін. Сіздердің ойыңыздағы асыл қасиет ашуға, жаңағы өздеріңізді түсінуге, сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Өздеріңіздің ниеттеріңіз болғанда ғана мен сіздерге жауап бере аламын.